Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандарым? Бүгінгі видеода ғалым, зерттеуші, бірнеше кітаптардың авторы, психолог, доктор Джо Диспензаның осы 5 әрекет өміріңізді өзгертеді деп аталатын видеоға арналмақ. Бірінші пункт. Күнделікті өзіңіздің өміріңіз қандай тығыз болса да, тыныш, спокойно күйіңізде 15-20 минут өзіңізге көңіл уақыт бөлу. Яғни, күнделікті аз уақыты болса да, уақытыңызға байланысты тыныш ортада, телефон, телевизор, музыка жоқ тыныш ортада өзіңізді жерге отырғызып, көзіңізді жұмып, дем алып, дем шығару. Бұл бірінші пункт. Пункт номер 2. Арқаңызды тік ұстап, көзіңізді жұмып, асықпай дем ала бастаңыз. Егер ойларыңыз шашыраңқы болса, өткенді немесе болашақты ойлайтын ойлар келе берсе, түк етпейді. Сіз жай ғана бақылаңыз. Осы қазіргі шақта болуға тырысыңыз. Дем алған кезде оттегінің қалай ағзаға кіріп, көмір қышқыл газы қалай ағзадан шығатынын байқаңыз. Бақылаушы болыңыз. Сіздің ойларыңыз бұлттар сияқты жай ғана өте берсін. Не зацикливайтесь на них. Ең маңыздысы қазіргі сәтті сезіне алу. Дем алып, дем шығару. Себебі қазіргі сәтте болған кезде ғана сіздің энергияңыз көбейеді. Өміріңізді өзгертетін үшінші әрекет, яғни үшінші пункт. Өзіңізге сұрақ қою өте маңызды. Осындай сұрақ қойыңыз. Мен шын мәнінде өмірімде қандай өзгерістерді қалаймын? Қандай өмір сүргім келеді? Деген сұрақтарды өзіңізге қойыңыз. Осы сұрақтарды өзіңізге қою арқылы миыңызда жаңа бағыттар, жаңа идеялар пайда болады. Яғни миыңызды осы жаққа қарай дағдылайсыз. Қалағаныңыздай өміріңіз өзгерсін десеңіз, қандай сезімде болар едіңіз? Соны сезініңіз. Денеңізге сол сезімдерді сезіне алуды үйретіңіз. Және де сол сезімдерді толық сезіне алмайынша орныңыздан тұрмаңыз. Пункт номер 4. Қалағаныңыздай өміріңіз болу үшін сіз қандай адам болу керексіз? Соны санаңызда қайталап репетиция жасаңыз. Қалаған өміріңіз орындалса, сіз қандай адам болар едіңіз? Қандай әрекеттерді, таңдауларды, қадамдарды таңдар едіңіз? Өзіңізді қалай сезінер едіңіз дәл қазір? Прям дәл қазір армандаған өміріңіз орындалып жатса, сіз қандай тұлға болар едіңіз? Соған мән беріңіз. Пункт номер 5. Сіздің денеңіз өткен шақта болса, өткен шақта қалып қойса, қалаған болашағыңыз орындай алмайды. Сондықтан бұрынғы өткенді қоя беріңіз, жіберіңіз. Болашағыңыз қалағаныңыздай керемет болсын десеңіз, соған сәйкес ойларды, эмоцияларды таңдаңыз. Мысалы, өткенді ойлап, анау кінәлі, мынау кінәлі, осы үшін мен бақытсызбын деген сияқты негативный ойларды ұмытыңыз, қалдырыңыз. Ол ойлардан түк те пайда жоқ. Алға апармайды ескі ойлар мен ескі әдеттер. Сондықтан
мән беріңіз. Сіз қалай өз-өзіңе сөйлесесіз? Қандай ойлар сізді жиі мазалайды? Қандай эмоцияларды сіз жиі сезінесіз? Соған мән беріңіз. Бақылаңыз. Бақылаушы болыңыз өз-өзіңізге. Және де ол ойлар, әдеттер сізге ұнамаса, сізді жақсылыққа әкелмесе, саналы түрде оларды өзгертіңіз. Сізде күш, жігер, энергия бар. Сіз мықты адамсыз, тірі адамсыз. Сондықтан ештеңеде кеш емес. Өткен шақтың жертвасы, құрбаны болмаңыз. Бақылаңыз. Болашағыңызға сәйкес қандай эмоцияларды сезіну керексіз? Яғни, сау адам болғыңыз келсе, онда қорқыныш, уайым деген эмоцияларды ұмыту керексіз. Оның орнына ризашылық, махаббат сезімдерін таңдаңыз. Мысалы, бай болғыңыз келсе, онда сараңдық, қорқыныш эмоцияларды ұмыту керек. Ой, жетпей қалайды, бәріне жетпейді деген сияқты аздық эмоцияларды байлыққа өзгерту керексіз. Барлығына бәрі жетеді. Армандар орындалады деген сияқты жағымды эмоциялар, жағымды ойларды таңдап, денеңізді, миыңызды соған сендіру керексіз. Сол кезде соның барлығы подсознанияға өтіп, өміріңіз бұйырса жақсы жаққа тез арада өзгере бастайды. Яғни, сіз денеңізді, миыңызды, эмоцияларыңызды жаңа керемет мышленияға үйрету, дағдылау керексіз. Тек сол кезде өміріңізде өзгерістер орын ала бастайды. Себебі денедегі эмоциялар миыңызға әсер етеді, мидағы ойларыңыз денеге әсер етеді. Олар өзара өте тығыз байланысты. Егер осыны күнделікті өміріңізде жасап жүрсеңіз, осы 5 пунктты, сіз тұлға, адам ретінде өзгересіз. Және соған сәйкес өміріңіз де өзгереді. Тұлға дегеніміз не? Тұлға дегеніміз сіз ойлайтын ойлар, жасайтын әрекеттер және сезімдеріңіздің жиынтығы. Осы 5 пунктты, яғни біріншісі, өзіңізге тыныштықта уақыт бөлу, асықпай дем алып, дем шығару, арқаңызды тік ұстап, көзіңізді жұмып, өз-өзіңізге бақылаушы болу. Және де екіншісі, өз ойларыңызды бақылау, терең дем алып, терең дем шығару, дәл қазіргі сәтте болуға тырысу. Үшінші, өзіңізге сұрақтар қою арқылы қалағаныңызды түсіну. Төртінші, соған байланысты санаңызда репетиция жасау, денеңізбен сезіну. Және бесіншісі, сол болашақ өміріңізді толық сезінбейінше орныңыздан тұрмаңыз. Ойларыңыз, әрекеттеріңіз, эмоцияларыңыз сол қалаған өміріңізге сәйкес келу керек. Осыларды өзгерту арқылы өміріңіз де өзгереді бұйырса. Өзіңізге шанс, мүмкіндік беріңіз. Себебі, тек өзімізге өзіміз ғана біз кедергі жасаймыз. Давайте өз-өзімізге жақсылық жасап, мүмкіндік беріп, өз-өзімізді қолымызға алайық. Рахмет. Өзге де сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий жазатын жерге пікірлеріңізді қалдырсаңыз болады. Мен қуанышпен жауап берермін. Ал енді баршаңызға сәттілік. Сау болыңыздар.